Бүгіннен бастап қайықтарыңызды әкетіңіздер судың жағасынан. Ертеңнен бастап қайық жиямыз. Ертең әбден біз алып кеткеннен кейін барып, ана қайық менікі еді, мал өткізуші ем, ана мына деген әңгіме жоқ. Бүгіннен бастап ауса алмайсыздар, біткен қайықты өз-өздеріңіз әкететіндеріңіз әкетіп болыңыздар, Таңертеңнен бастап судың екі жағында қайықты жиямыз. Одан кейін балық аулағанда байқаңыздар, ұсталып қалсаңыздар, бұрынғыдай 1-200 сом пал төлеп қана кетіп қаламыз, жоқ. 20 мың ең төмені пал. Одан кейін қамақ жазасы балықтың түріне қарай. Қорғалатын балықтан біреу ұстап қалсаңыздар, 3,5 жылда 1,5 жыл қамақ жазасы беріледі. Айтпады демеңіздер, күндерге жолдап таратып, қыстақтарыңызды ұқтырып қойдыңыздар. Ертеңнен бастап білмей қалдық, ұқпайды екенбіз, ешкім келген жоқ, айтқан жоқ деп жүрмесін. Одан кейін судың басына келгенде мына сықылды ішкен сыраларыңыз немендер бірақ жиіп кетіңіз. Мына не күлтөк, көтер, бірақ өз-өздеріңіз қоқсықтарыңызды жиіп кетіңіздер, Мақұл. Сол айтатын жұмыс. Мақұл. Енді сиырларыңызды іздеңіздер. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.